Сәлеметсіңдер ме, балалар? 2-ші сынып математика. 41-ші сабақ. Сандар тізбегі. Олай болса, бірінші мысалға назар аударайық. 50 санның алдындағы ондықты жаз. 50 санның алдындағы ондықты қалай аталады? Еске түсірейік. Ондықпен санауды есіңе түсір. Әрине, 40 саны. Сені дұрыс тапты деген ойдамын. 600 санынан кейінгі жүздікті жаз. Әрине, 600-ден кейінгі сан бізде 700. Б нұсқасы 600 бен 800 сандарының арасындағы жүздікті жаз. Және балалар, бұл тапсырманы өзің орындайды деген үлкен сенімдемін. 2-ші мысал. Қауып қойған жүздіктерді ата. Қане, суретке назар аударайық. Қандай жүздіктер қауып қойған? 100, қане жүздіктермен санайықшы. 100 бен 300-дің арасында қандай жүздік қалған? Әрине 200. 300 бен 700-дің арасындағы жүздікті атайық. 300-ден соң 400, 500, 600, содан соң 700-дік. 700 бен 1000-ның арасындағы жүздіктерді атайық. 700, 800, 900-дан соң 1000 болады. Жарайсыңдар, балалар. Қандай заңдылық бойынша жазылған тап және жазуды жалғастыр. 900, 700 және балалар. Қандай заңдылық? Әрине, кему, кері санап жатыр, я? Кему. Және кеміген кезде де біз жерде сандарға назар аударсақ, 9 пен 7 қандай сан бізде? Әрине, тақ сандардың кему ретімен жазылу заңдылығы қарастырылған. Сол заңдылықпен әрі қарай жалғастыр. Ә нұсқа, Б нұсқасы. Заңдылықты анықта. Қане, сандарға назар аударайық. 100, 300, 500, 600, 700 мың қандай заңдылықтар бойынша жазылып тұр? Астындағы сандар тізбегін қарастырайық. Ол қандай заңдылық бойынша жазылып тұр? Заңдылық қай жерде бұзылған? Қатесін түзетіп, тізбектерді дәптеріңе көшіріп жаз. Балалар, бірінші қатарға назар аударсақ, 100, 300, 500, 600 қай жерде заңдылық бұзылған? Әрине, 500-ден кейін 600. Бұл жерде, балалар, тақ сандар тізбегі өсу ретімен жазылған. Келесі заңдылықты өзің тауып көр. Олай болса, 3-ші мысалға назар аударайық. Зерттеу. Кестедегі сандар қатарын зертте. Сандарды салыстыр. Қай сандар қатары артық? Осы тізбек бойынша өзің басқа сұрақ қой. Қане, өзіміз зерттеу жүргізіп көрейікші. Кестедегі сандар қатарын зерттейік. Бірінші сандар қатарын зерттейік. 9, 17, 25, 33, 41. Қандай сандар қатары? Және 6, 11, 16, 21, 26. Қандай сандар қатарының зерттелген? Бұл сандардың әр санның арасында қандай заңдылық бар? Бұлардың мысалы 6 мен 11 санның арасында қандай сандар жоқ? Қанша сан жоқ? Әрине, әр қайсының арасында 4 саннан немесе 5 саннан қалдырып отырған. Ары қарай өзің зерттеп көрші, қай тізбек бойынша
қай сандар қатары артық екенін тауып көр. Төртінші мысал. Заңдылықты анықтап, тізбекті жалғастыр. 67, 60, 53, 46, 39. Ары қарай қандай сан заңдылық? Әрине, 3 санын кеміту арқылы ары қарай тізбекті жалғастыр. Бесінші мысал. Бірінші сан 38-ге тең, ал әрбір кесесі сан алдыңғы саннан 5-ге артық болатындай 8 саннан құралған сан тізбегін жаз. Қане? Сан тізбегін жазайық. Бірінші сан 38 болса, әрбір келесі сан алдыңғы саннан 5 есе артық болатындай. Сонда 38-ге 5-ті қоссақ қанша болады? Келесі сан солай жалғасып кетеді. Солай сандар тізбегін жасап көр. Ә нұсқасы. Бірінші сан 52-ге тең, ал әрбір келесі сан алдыңғы саннан 8-ге кем болатындай 6 саннан құралған сандар тізбегін жаз. Бұл дегеніміз кем, яғни 52-ден 8-ді азайтқанда қандай сан шығады? Әрбір санды кеміткенде 8 санын кемітіп отырсақ, сандар тізбегі шығады. Сол сандар тізбегін 6 саннан құралған тізбекті жазып көр. Бұл тізбекті жазу үшін жаңа айтқанымдай 52-ден 8-ді кемітеміз, және сол шыққан саннан тағы да 8-ді кеміту арқылы келесі сандар тізбегін табуға болады. Мәтіндерді оқы. Бос яшықтың орнына тиісті санды қойып, есепті шығар. Мектебіміздің бірінші сыныптарында 29 ұл және 25 қыз бар. Бірінші сыныптарда барлығы неше оқушы бар? Әрине, біз бұл жерде барлығын табу үшін ұл мен қыздың санын қосамыз. Бірінші ұлымыз 29, қызымыз 25, екеуін қоссақ, қане бірінші бірлікке бірлікті қосақ, 9-ға 5-ті қоссаң 14, 4 сөп ойда, 2-ге 2-ні қоссаң 4, ойдамен 5, 54 болады. Келесіге назар аударайық. Сонда біз барлығы бірінші сыныпта 54 оқушы болған. Мектебіміздің бірінші сыныптарында неше оқушы? Әрине 54. Біз жаңа алдыңғы мына мысалда анықтағанда 54 оқушы. Олардың 25-і қыз, ал қалғандары ұл. Бірінші сыныпта неше ұл? Әрине, біз бұл жерде егер барлығы белгілі болса, бізге барлығы 54 оқушыдан 25 қызды азайтатын болсақ, ұлдардың саны шығатын болады. Яғни, ұлдар бізде 29. Бұл есептің шартын құрып, шешуін жазып, мұғалімге тексеруді ұмытпа. 7-ші мысал. Теңдеулерді шеш. Бұл теңдеулерді өзің шеше алады деген үлкен сенімдемін, балалар. Көрсетілген өлшем бірліктерді түрлендіреміз. Қане? 3 метр, 5 дециметр қандай сан? Әрине, 3 метріміз 300 болады. 305 дециметр, яғни 35 дециметр болады. Дәл осы ретпен бұларды өзің ары қарай түрлендіріп көрші. Мына жерде 8 метріміз 1 метрде неше сантиметр бар? 8 метрде 800 метр. 800 метріміз неше дециметр болады? 80 дециметр.
метр болар әрине. Балалар, ары қарай өзің жалғастырып көр. 9-шы мысал. Заңдылықтың қай жерде бұзылғанын тапшы. Қатені түзеп, қатарды 3 санға жалғастырып жаз. Қане назар аударайық. 20, 23, 26, 32. Әрине, бұл 3 санын қосу арқылы сандар тізбегін жалғастырған. Заңдылықты анықтап, қатарды жалғастыр. Қане, біз алдындағы 2 санды және артындағы 1 санды табу керекпіз. Біз бұл жерде балалар 5 пен 7 бізде тақ сандар тізбегімен жалғасқан және кему ретімен, өсу ретімен жазған заңдылық. Осыларды өзің жазып көр. Балалар, сендерге барлық тапсырмаларды орындап бітсеңдер, сендердің білімдеріңді әрі қарай арттыру мақсатында мына заңдылықтарды анықтап жазып көріңдер. Осы тапсырманы орындап, мұғаліміне тексертіп, өз бағаларыңды алуды ұмытпаңдар. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.